Ассалаумағалейкум, қайырлы көрермен. 7-ші арнаның тікелей эфирінде өз ойым ток-шоу сіздермен бірге әдеттегідей Лейла Сұлтанқызы. Және де өзінің ойын ашық айтудан қорқпайтын Алмас Алтай. Амансыздар ма? Біздің бүгінгі басты кейіпкерлеріміз тылсым күш иелері және олардың біз білмейтін құпияға толы әңгімелерін алдағы 1,5 сағатта естиміз. Елді шошытып алмайық деп, біз тақырыбымызды аздап жеңілдетіп, аталармен сұхбат деп алдық. Егер болашағым жайлы білгің келеді, немесе мазалап жүрген сұрағым бар десеңіз, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөмірлеріміз экранның төмен жағында көрсетіліп тұр. Сонымен бүгін көретіндеріңіз. Арыстанбаппен тілдесемін. Шымкенттен келген көріпкел міне осылай дейді. Бүгінгі эфирде ол әруақтармен байланысқа шығып, шағалама көреміз. Астана тұрғындарын шулатқан бақсы қайдан пайда болды? Кеше ғана орын алған оқиғаның анық-қанығы бүгінгі эфирде. Бәріміздің ішімізде шын шайтан бар. Бұл сөз арқылы 20 жылдық тәжірибесі бар емші нені дәлелдегісі келді. Тақиясына үкі емес, гүл тағып танымал болған емші кім? Саған қызық болды ма? Иә, өте қызық, әсіресе гүл тағып алған деген жер. Сол кісіні бірден шақырамыз ғой деймін ортамызға. Айсұлтан Жақыпов, келіңіз, мән-жайды өзіңіз түсіндіріңіз. Төрдетіңіз. Иә, аққулар мен сұңқарлар деп бөлінетін тәуіптердің мән-жайын осы кісі жақсы біледі. Сол сектаның ішіне арнайы барып, өзі кіріп жұмыс жасаған журналист. Дұрыс па? Дұрыс. Көмес, бірақ гүл тағып алғансың е сен? Көрсетейікші, сол сурет бар ма айтпақшы, гүл тағып алған сурет, міне. Тұра тұр, мынау гүл кәдімгі... Бұл кәдімгі тойларда қалыңдыққа берілетін бір гүлдердің бір тойдағын қалған бір гүл әйтеуір. Үйдегі, е? Үйде қызым ойнап жүрген тойға да шығып тұрамыз. Қалжыңмен ғой, Айсұлтан. Бұл бір прикол ғой, менің түсінгенім. Бұл, ана емші бала Ерболсын деген шығып еді ғой, аралқымнан. Дәл сол кезде мен соған жаңағы Қызылордадағы хайп дейді ғой, прикол ретінде Фейсбукта осы суретті шығарған едім. Сөйтіп? Ол балада үкілі тақия болды ғой. Мен майқұдықтан шыққан гүлдәуле деп қарағандыда осын жасағам. Гүлдәуле. Сонда бар ғой? Майқұдықтан шыққан Головкиннен кейінгі екінші танымал адам болып тұсы ғой? Иә. Жазушы бар ғой, біреулер жазушы деп, біреулер комментатор деп біледі, Жандос Байділі деген. Сол жігіт екеуі ара сұхбат құрып, сол жігіт әдемі бір сұхбатымыз жариялап, бұл үлкен көп талқыланған тақырыптардың біреуі болған. Абай кезетке шықты ма? Енді қарашы, сол мақала шыққаннан кейін көп адам сені шын мәнінде емші деп ойлап қалды ғой. Хабарласқандар бар, иә? Хабарласты, кәдімгі осы эстрада жүрген біраз жұлдыздар жекеме шығып та хабарласты, расымен емдейсің бе деп. Қара халық жоқ емен енді көбісіне. Ама сен ыңғайсыз отырған сияқтысың, кім Айсұлтан саған қарап сөйлеу үшін теріс қарап сөйлеп отыр камераға. Ләйлә қарап сөйлей бер. Жоқ. Маған өзі Ләйлә қарап сөйлеген ыңғай сияқты саған қарағанда. Көп адам хабарласты, жекеме шықты, телефонымды алып сұрап жатқандар бар. Егер мен алаяқ біреу болсам, шыны керек. Алаяқ біреу болсам, мен сәтті пайдаланып кетуіме болатын еді. Мен де қазір сіздердің бүгінгі студияңызға бір жақсы бір шетелдік автокөлікпен келуіме болатын еді. Өйткені хабарласқан адамдар шынымен көп болды. Қанша жерден заман дамыды деп жатқанымызбен, бұндай әдіске сенетіндер әлі де бар екен. Адамдар қандай сұрақпен хабарласты? Бұлай рейтинг жасайықшы, біздік не мазалайды екен? Грыжа, дуа, білмеймін. Кете береді. Дуа жайлы шамалы, жаңағы арақты қойғыстай аласыз ба дегендер көп болды. Арақты қойғыстай аласыз ба дегендер көп болды. Жұмыстай аласыз. Бұл сурет жарияланған кезде Балқаштан таяқ ұстап келген жеңгем жездем таяқсыз қайтты деп жазған. Балқаштан бір жездем таяқпен келді, ол үйден таяқсыз қайтты деп. Ол да прикол. Ол негізі жартылай прикол, ол бірақ маған емделуге емес, өзі ине алуға келген адам ғой. Ол инесін алып таяғын тастап кеткен, менің қатысым жоқ бірақ. Енді жаңағы не туралы ең бірінші хабарласқан? Бұл мақаланың скрини, иә? Иә, көрсетейікші көрермендерге. Бұл сұрақтарға қойылған сізге. Сұхбат алуға, сізді емші дейді. Майқұдықтан шыққан емші бала деп зарша бұтқандар бар. Естуімше сіз әлі ешкімді жарты емдемейсіз, бірақ қалай емші болдыңыз дейді. Арғы аталарымда емшілігі бар еді ғой депсіз ғой. Негіз бар ма еді аталарыңызда емшілік? Бұны енді жаңағы Жандостың жазушылық несі ғой, басымдық беріп жатыр, бояуын келтіріп, өзі әдемілеп жазған дүниесі бұл. Бұл сонда
әзіл қылу керек болды ма? Бұл әзіл, жалпы мен өзім ондай дүниелерге сенбеймін. Емшілікті әзіл қылу керек болды ма? Сонда не керек? Өйткені халықтың көзін бір ептеп болсын ашу керек. Себебі бұл өзі діни тұрғыдан да, жалпы басқа тұрғыдан да мен емшіге сену дегенді білмеймін. Мүмкін шөппен емдейтін жаңағы сынықшылар дегенге мен келсем, бір шөптен әлде бір дәрілер жасап, ал енді қолын бүйтіп мың шақты жаңағы Ерболсын тәрізді 100-150 адам жинап алып бір қамшымен бір өтіп, ол дұрыс емес. Себебі Ерболсынға тоқталайық. Одан да басқа да осы біздің студиямызда бүгінде келетін емшілер бар, басқа да бар. Ешқайсысын мойындамайсыз? Ешқайсысын мойындамаймын. Себебі адамның жоқ. Күніне 2-3 адамды қабылдап бірдеңесін жасаса, мен мойындар едім. Ол күніне 100-150 адам қабылдап, ол машинаңыздың фарын 3 сағат жандырып кетсеңіз, одан кейін завайтталмай қалады ғой. Адамның бойындағы энергия таусылу керек. Олардікі неғылған таусылмайды. Осы эксперимент арқылы не түсіндіңіз? Осы арқылы мен шыны керек әлі күнге адамдарды алдау оңайлығын түсіндірдім. Кезінде Кашпировскийға сеніп еді ғой, телевизордың алдында отырып, одан кейін Сарауле шықты, мысалы үшін өзімізден стадиондарды толтырып. Нақты осыны мен сол кезде алып кетсем, стадион толтырмасам да менің де үйіме қаншама адам келіп отырушы еді, шыны керек. Аққулар мен сұңқарлардың ортасына кіріп көрдің, Аққу мен сұңқарға да кірдім. Бұл бір қызық әңгіме, тыңдайықшы, отырып бір. Ол кезде мен әскери қызметтемін, келісімшарт бойынша. Сосын біздің жұмыста комбатымыз дейміз. Комбаттың машинасынан магнитофон жоғалды. Соны кім ұрлағанын арамыздағы жігіттердің біреуі ғой енді. Білу үшін сол жатқан полигонымыздан барып Әлмерек баба дегендерге бардық. Әлмерек баба дегендер. Өзіңіз сенбейсіз, бірақ бардыңыз. Бардық, енді алдында естіп жүретінбіз ғой. Олар үйге жиналып алып, өздері намазын оқып, содан кейін бір-бірін емдеп, сондаймен айналысады екен. Кімдер олар? Әлмерек баба деп, өздері Әлмерек баба деген біреудің суретін қойыпты енді. Бар болса бар, атақты адам болса атақты шығар енді тарихта. Жалпы ондайға сенбеймін ғой мен. Иә. Содан тамырыңызды ұстап отырып, қолыңызды сізге өткен кеткеніңізді айтып береді. Аққу сұңқарлар, иә? Иә. Міне. Сөйтіп, жоқ, аққу сұңқар емес. Бұлар мені сен аққу сұңқардан келіп отырсың, сен бізді зерттеуге келіп отқан агентсің деп мені содан қуып шықты өздері арасынан, арт жағында. Олар аққу сұңқарларды мойындамайды. Сіздің қолыңызды мәселені ұстап отырады бұны тамырыңыздан. Сізге үйіңіздегі өзіңіздің қазіргі өтіп жатқан жағдайларыңызды айтып отырады. Шын дәл айтып отырады. Жоғаласып айтып отырады. Тіпті сосын бір қызығы сіздің қолыңызды ұстап отырады да, бірақ жаныңыздағы адамның оқиғасын айтып кетеді. Сіздің қолыңызды ұстайды. Сіз жай ғана қаласыз, анаған айтады, сенің үйіңді андай тұр екен ғой, мұндай тұр екен ғой. Бір жігітке айтып жатыр, үйіңде кіре берісінде 2 сандық бар екен, үстіңгі сандықтың бір жақ ручкасы жоқ деп, құлағы жоқ деп. Барлығын дәл айтып отыр. Соның ішінде топырақ бар екен, бейіттен алған, соны барып бейітке қайтан саңдар әтпес ауыр болады деп. Сонда дәл айтатын жаңағыдай, өзіңіз жаңағы сеніп қала жаздайсыз, шыны керек. Енді бұл бір құбылыс шығар. Сонымен немен аяқталды? Олар бір кезде отырып, аккумулятор тауып берді ме? Магнитофон тауып берді ме? Магнитофонды тауып бере алмады. Бірақ мен жаңағы Құран намаз оқитынымды, жаңағы намаз оқу білетінімді, мен намаз оқымаймын, негізі Құран оқи білетінімді біліп қойды. Біліп қойды да, маған нәжіде өшіде бірдеңе Құран оқы деп сауал тастады. Сол жерде мен жоқ оқымайын деп едім. Сен бізді сынауға келіп тұрған аққу сұңқарлардансың, шығып кет бұл жерден деп, арт жағынан өздері шығарып жіберді. Ал енді ол жерге барғаннан кейін ұққаныңыз? Ол жерге барғаннан кейін ұққаным. Адам көп па, не байқадың? Енді жері ғой, 3 бөлмелі жері ма, соның 3 бөлмесіне де адам толып отырады. Байқағаным, олар жаңағы 5 күн, 10 күн емдейді де, әр жағында автобусқа тиіп, Түркістаны бар, басқасы бар, аралап кетеді. Бұл да бір бизнестің бір түрі. Ақша ғой әрине. Барады, ана жаққа барып. Жақсы, осы жерден әңгімеңді үзейікші. Бізде Жұман Мұса деген кісі келіп отыр. Бұл кісі де ақша алмаймын, тек қана халықтың бергені болады деген пікірде екен. Жұман аға, келіңіз. Келіңізші. Ойбай, байқаңыз. Ассалаумағалейкум. Тұра тұрыңыз, маған беріңізші, мен көрсетейін көрермендерге. Не алып келдіңіз өзіңізбен? Шөп алып. Иә, түсініп тұрмын, шөп екен. Көріне ма, мен камераға көрсетсем, кәдімгі жазып қойыпты. Қара андыз, қалақай, жусан, жүгері, жалбыз. Ал. Бұлармен қалай емдейсіз сонда? Әрқайсының емдік қасиетіне қарай? Әрқайсысын айтайын. Мынау қарандыз деген шөп. Отырып алыңыз, Ләйлән қажа. Кеміз отырыңыз, мен ұстап. Сосын жақсылап отырып, бір әдемлеп айтыңыз әңгімеңіз. Мынау қарандыз деген шөп. Иә. Бұл шөп өзі өсіп шыққаннан кейін өзінен 3 түрлі емдік қасиеті бар. Қарандыздың гүлі, қарандыздың тамыры, қарандыздың мына неменесі дейді, сабағы дейді. Қарандыз көбінесе мына асқазанның қышқылы артып, одан кейін
бауырдың, өттің, ұйқы бездің жақсы болмаған кезде осыған және чөп қосып, балымен қосып жалап тұрса, өте пайдалы нәрсе. Жұман аға, демек сізде ешқандай атадан берілген, әкеден берілген ешқандай бір қасиет жоқ. Сіз тек қана білімділікпен шөптен қандай емдік қасиеттері бар екенін білу арқылы емдейсіз. Менің нағашым емші адам болған, түрік тілінде, араб тілінде бар енді. Енді ода бір жын бар, бақсылық бар дегенді білмеймін. Сіз тамыр ұстайсыз, е? Тамыр ұстаймыз. Тамыр ұстайсыз, содан кейін диагноз қоясыз. Диагноз қоямыз. Содан кейін осы шөптер арқылы емдейсіз. Диагноз қоя алмасақ, біз ғылымға сенеміз. Ешқандай да аталармен сөйлеспейсіз, ешқандай да... Тамыр ұстау деген енді сол жаңағыдай аталармен сөйлеспейді. Ол ешбір атамен сөйлеспейді. Шығыс медицинасында өте ұзақтан бері дамыған тамыр деген нәрсе қазақтың шипагердің сонау ертеден бері келе жатқан бір ғылым. Қанша жыл болды айналысқаныңызға? Мен қалай айтсам болады, бала кезімнен десем де болады енді. Өйткені бала кезімнен жаңа шешемізге, нағашымызға чөп тердік. Емделіп кеткен адам бар ма? Аллаға шүкір, енді 100% айығып 100% айыққан кісілер бар. Студияда бар дейді. Ассалаумағалейкум. Немен бардыңыз бұл кісіге, қандай аурумен? 2007 жыл болатын, кәдімгі дәстүрлі медицинада, енді кәдімгі ғылыми медицинада бізде диспансердан шыққанмын. Туберкулез диспансердан. Сен туберкулезбен ауырғансың ғой, туберкулез жазылғансың. Жұман аға, бұл жігіттен басқа кім бар? Бұл жігітті мен неше рет көрдім? Әлде неше рет көрдім? Өзі мені шақырды. Бренд амбассадор шығар, иә? Қайта-қайта емес, қазір қайта-қайта емес, кем дегенде менде дәл қазірдің өзінде 5-6 адам бар, қазір көрініп жатқан. Туберкулезден маған бір адаммен алып келдім, біреумен алып келдім. Неге осыны алып келесіз постоянно? Меңдуанадан бір дәрі жасау бола ма? Меңдуана деген, тыңдаңыз, меңдуана деген ең ұлы нәрсе. Иә, жоқ ем. Меңдуада да екі түрлі нәрсемен жасалады. Меңдуананың жапырағы буын ауруларға, мына тері ауруларға. Осыған одан кейін меңдуананың ұрығы әйелдердің омырау безінің қабынуына, рак ауруларға. Бірақ өте толық өлшемі білмеген адам істесе, чөптің ішінде ең ұлы нәрсе меңдуана. Биыл ауылда меңдуана қалың өсіп жатыр еді, бір бизнес бастап жүрем ба деген. Меңдуана деген нәрсе. Аға, ол қалжыңдап отыр, қоя беріңіз енді. Қараңызшы, енді Алмас дұрысын айтады. Үнемі мен осы жігітті көремін дейді. Яғни, айтшы өзің, иә. Бұл кісіге балалы болып кеткенімді, мен бұл кісі орысша білмейді ғой. Ең басында Қытайдан келген кезде орысша білмейді, сонда мен аудармашы болып жанында жүрдім ғой, өзім емделіп болғаннан кейін. Ал енді қарашы, кешірім сұраймын, туберкулез деген жақсы ауру емес. Иә? Диспансерден сен қандай шешіммен шықтың? 100% айықтың деген шешім. Бірінші емделіп шықтым. Өзі 2 бағдарламадан тұрады. Бірінші ДОТС дейді. ДОТСтан емделіп шыққаннан кейін, 1 жылдан кейін қайтып азыңқырап, қайтып неге кеттім? Ремиссия деймін. Содан кейін өзі маған операция жасаймыз деген шешім шығарды диспансерда. Қайтып жатқызамыз деген шешім шығарды. Жатқызып операция жасап, өкпенің бір бөлігін алып тастаймыз деген шешім шығарды. Сол кезде сіз бардыңыз? Сол кезде әкем осы кісіде жаңағы давлениемен емделіп жүрген. Сол әкем бір жүр көре салайықшы деді да. Бардық, барғаннан кейін өзі жаңағы тамыр ұстады да, ішіңде жара бар деді. Сол жара жөтелесің ба деген еді. Жақсылап тұрып жөтелем дедім. Содан кейін емдейміз ұзақ деді. Ұзақ дегенде 3 айдың ішінде емдеп шығарды. 3 айдан кейін жаңағы екінші бағдарламада емделіп жүрген мені 3 айдан кейін екінші учет деген болады диспансерда, соның бәрінен шығарып тастады 3 айдың ішінде. Қазір денсаулығыңыз қалай? Қазір қалай денсаулығыңыз? 7-ші жылдан бері қанша уақыт өтті? Құдайға шүкір. Құдайға шүкір, ешқандай мазалаған жоқ. Енді біліп жүресің өзің ауырған екеніңді. Бірақ мен жаңа айтқым келіп жатқаны, мені шақырып жатқан себебі сол шығар, жаңа қаншама ауруларды көрдім да келіп жатқан. Жақсы. Айсұлтан, сіз тағы да сенбей отқан сияқтысыз, жоқ, мен шөппен емдейтін кісілерге сенем. Тамыр сатуға қалай қарайсыз? Болады. Бола ма? Жақсы, жарнамадан кейін біздің Жұман ағамыз Айсұлтанның тамырын ұстап, оның қай жері ауыратынын айтып береді. Бізбен бірге болыңыздар. Сөйлесеміз ғой. Құрметті көрермен, жарнамаға дейін біз сіздерге айтқан болатын, жаңа ғана қосылсаңыздар түсіндіре кетейік. Дәл қазіргі уақытта Айсұлтан еш нәрсеге сенбейді. Айсұлтанды біз Facebook арқылы гүл тағып алған емші деп білеміз, Майқұдықтан шыққан. Ал енді Жұман ағамыз қазір
диагнозын айтуда? Мүмкін емес, ертең үйге барып түсіп көріңіз. Өтірік болса деген маған алып барыңыз, өтірік айтып. Бүйректе? Бүйректің қышқылдық бөліктері ұлғайтару, белок шығару нашар. Бүйректе, оны басқаша тілмен қабыну дей салсақ бола ма? Әсердері белок деген нәрсе, бұл бар дәрігерге не деп түсіндіреді? Мен бүйрегімді не дейді, тексеріп беріңізші дейді, болды ма? УЗИ көрсете ма, қан көрсете ма? Жоқ, бүйректі УЗИге түсірсе, УЗИден жаңегі бұл бүйректің әлсіз деген жаңегі неменесін көрсете алады. Болды. УЗИға барасың, Айсұлтан. УЗИға барасың. Жоқ жерден проблема таппа. Студияға шақырып УЗИді басқасын айтпай елді естіп қояды дегеннен кейін осысын ғана айттым. Аға, басқа не бар? Айтпесе, қапай спермаң өте төмен екен десем, келінен болады қой мұнда. Ал о деген мойындай ма, бұл мойындамайды ғой. Мойындамайды. Соның атасы бүйрегін айтып отырмын. Соның атасы ғой бүйрегі. Бүйрек бәрін істейтін нәрсе. Дұрыс. Түсіндіңіз бе? Бәрін айтып қойдыңыз ғой, енді бәрін айта беріңіз, аға. Бүйректің қышқылдық. Бәрін айта беріңіз енді, бәрін айта. Басында проблема бар ма? Басында. Онда өтірік айта алмаймын. Мына белок деген нәрсе адамның мына организмнің ішіндегі бұл әлсіреп толық шықпаса, бұл әдетте буындарға апарады. Буындарға барғаннан кейін енді мен орысша жақсы білмеймін, енді кішкене үйренген тілімді айтайын. Артрит, артроз, флартрит деген нәрседе жаңағы буындарға барады. Буындарға барады да, одан кейін одан жақсы орын таба алмаса, адамның денесіндегі мына бұлшықеттерге барады. Бұлшықеттерге барғанда бүйрегі бар адамның денесі істейтін не? Бұлшықетті жаңа керу арқылы жаңа белок шықпағаннан кейін ол күнделікті бүйрек деген сүзгі нәрсе. Ол күнделікті шығып, одан кейін жаңа мына баланың бүйрек әлсіз болғандағында үшін кейде жақсы шығып тұрады да, кейде нашар шығады. Шыға алмайды. Өйткені бұл адамның демалысына қарай, өзінің жұмысына қарай. Демалысы жақсы болған күні, ұйқысы жақсы болған күні, тұрмысы жақсы болған күндерде белок жақсы шығып кетеді. Ал жақсы түсіндің ғой? Ұйқы? Түсіндім, таксиді қою керек түнде. Ұйқы қану керек. Ұйқы қану керек. Аға, басқа проблема жоқ қой, бәрі дұрыс қой. Басымен проблема жоқ па деді. Одан белоктың сол енді жаңағы енді ол зиянын енді айтып тауыса алмаймын, өте көп. Жақсы, оны хабар барысында айта отырыңыз. Қарағандыда біреу тамырын түсіп, жының бар екен, 45 мың берсең шығарып берем деген. Айтпақшы, жын демекші, құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызға жын шығаратын адам да келеді. Ал енді осы тұста айта кетейік, кеше ғана Астананың орталық базарының маңында бір бақсы көше кезіп жүр деп бәрі шулаған болатын. Біз құпияны білеміз, бөліскіміз келеді. Жолың болмай жүрме? Ақшаң таусылып, денсаулығын сыр беру деме. Онда маған кел. Сеніп қалдыңыздар ма? Ал халық бұған қандай реакция жасады екен? Қарап көрейік. Жақында ақша болады сізде, апай. Ақша келеді, үлкен ақша келеді сізге. Тоқта. Сізге болашағыңызды айтып берейін бе? Қолыңызды әрқашанда ашып жүріңіз. Қандай адам екен айтып берсін? Ашық, жарқын адам. Мен сізге қазір дуаңызды алып берем. Көзіңізді жұмыңыз. La polesana. Бара беріңіз. Ақша керек жоқ, рахмет. Қалашатын ба? Балаш берем. Қандай марқың? Жон көзіңді. Болашақтан да машинаңды сатасың сен. Жүріңіз. Жақсылық. Жақсы оқалдыңыз ба? Жақсы оқалдыңыз ба? Оқысал, тебе нормально. Әкенің аты кім? Даниял. Неме қандай проблема болып тұр? Жолыңызды ашып берейін. Сіздің жүрегіңізде күшті ақ бар. Түсіңізге келеді. Ол орындалады. Жақында. Дара. Кет. Ләйла, Алмас. Мен де әрвдің қоқындарама. Жандома, шаңғара. Ай, біздің қыздар. Түрі шықты деймін. Сенді, е? Халық, ана ең басындағы жігіттің реакциясы вообще былай қатық болды ғой кәдімгідей. Тоқтап қалды, е. Одан кейін
арба оп-оңай болып тұрған адамдар де. Сеніп тұр қасындағы адам. Көлігіңді сатасын деп ойдан құрап айтып отыр ғой. Иә. Сеніп тұр. Енді бұл көп нәрсені білдіреді. Біз ортаға қазір бүгінгі хабарымыздың Арыстанбекпен тілдесем деп, кейіпкерлерін шақырайық. Оңтүстік Қазақстан облысынан кеше екіге бөлінген сондай бір кісі келіп тұр. Әлима дейтін апамыз келіп тұр. Екіге бөлінсе, Түркістан облысы дей берсе бірден мойындағың келмей тұр ма не? Оңтүстік Қазақстан облысы кешегі бүгінгі Түркістан. Келіңіз, Алима апа, келіңіз. Келіңіз, сөйлетіңіз. Апа, келіңіз. Ақыры мына жерде текпешек бар. Маған біздің редакторларымыз айтты, сіз мына сөмкеңізді тастамайсыз деді. Бұның ішінде не бар? Сұрауға бола ма? Ақша. Бірде-бір жамандық болмайтұғын, жастарымыздың жетім қалмайтұғын, бедеулік болмайтұғын, үйде жартысы. Мойнына арқан салмайтұғын, не керек қазір кезде жер анамызда болып атқан жаманшылық бәрін алдын алып, соны тоқтататын баталы тілектер бар. 20 жыл болды жазғаныма. Және де мен ол 20 жылдай жазғанымды көп адамдарға тексерттім де, ол орындағандары Алладан рахат шарапатын көрді. Егер де тексерем десеңіздер, мен сол айтқанды орындамауына болмайтын ғана нәрсе. Солардың бәрінің өкінгенін түгел сүріп беруге даярмын. Сінген бүткіл той баталары бар үйде. Барлық тойға барғанда сол бұрынғы өтіп кеткен той өткізген бабалары сөйлейді. Бір тойда берген батамды екінші тойға беріп көрген емеспін. Бір амандасқан сөзбенен екіншіге амандастырмайды. Себебі әр адамның иесі бар. Апа, түсінбедім. Кім амандастырмайды? Апа, кім амандастырмайды? Кім амандастырмайды? Мен мынаның ішінде не бар? Көруге бола ма, апа, ашуға рұқсат болса? Біраз ентігімізді басайық. Жақсы, сіз ентігіңізді басып алыңыз. Жаңа сіз айтқызбайды дедіңіз. Қазір біреу бар ма жерде? Түк ешкімі жоқ деген адамда жеті қасиет бар. Өткенде мен анау студияға кірерде шалғымды бақ, шалғы салдырмасын деп кірдім. Енді Алла әр адамға бар ғой, әр түрлі бақты беріп жатыр. Алланың сүйінген ұлы біз... Апа, мен сізге сұрақ қойым, сіз бірден жауап беріңізші. Солардың бәріне әр түрлі қасиет берген. Ал бізде жаңағы бір қасиетпен жүру дұрыс емес. Мысалы, мына кісілерге берген, мынаған берген қасиет әр түрлі. Ал маған бергені ілім жолы, білім жолы және болашақта ендігі келе жатқан жаманшылықты, бүгінгі дейін жаманшылықты болмаудың жолы бітті. Сол. Менің жолым сол. Және мен емеспін. Баптардың баба Арыстан бапам барғанда есіктен лақтырып жіберді, қайда жүрсін деп. Сөйтіп байым кірді, сонан кейін екі аяғым дүрілдеп, екі қолым қалтыратқым. Қай күні келетіне дейм айтты. Сен мені жарыққа шығарасың деді. 2 жылдай сөйлеп жүрген адам цит деп тілімнен. Себебі бабам шындықты айтқан кезде, ол бабам бар, егер оның киносын түсірем десең, Ләйла, мен сені іздегеніме 3 жыл болды. Арыстан бабамның киносын түсірем десең, мен ант беремін. Арыстан бабамыздың әруағы осы жерде ма? Қаржысын берсеңші. Әруағы тыныш балам. Ол кісі оңай кісі емес. Мен мал сойға барып, ел ұқсап мал апарған кезде алдымда тұрды. Сөйтіп зираттан алып шықтық. Оған куәлер де бар. Апа, енді қараңыз. Менің түсінбей отырғаным, апа, сіздің әңгімеңізге әлі бір бойлап түсіне алмай жатырмыз. Арыстан бап деген кісінен танимыз ғой, баптардың бабы. Бірақ сізге айтатын кім жаңадай нәрселерді? Ләйлаға айтатын кім фильм түсіріп берсін Ләйла деп? Не үшін Ләйланы 3 жыл іздеп жүрсіз? Пешенесінде... Қазір сіз сәл кідіре тұрыңыз. Сол 3 жыл неге іздеп жүргеніңізді бізге қазір жарнамадан кейін айтып бересіз. Қол сөмкесін үнемі өзімен бірге алып жүреді. Енді апа, жарнамаға дейін сөмкеңізде не бар деп өтінген болатын, ешкімге ашпайды екенсіз, ашпаған екенсіз, көрсетпеген екенсіз. Осы жол ашып отырсыз, көріп отырмын. Мына қағаздар не қағаз өзі? А4 қағаз бар кәдімгі? Не жазды? Бола ма? Сәл алға қарай. Арыстан бап. Ал, айта қойыңыз. Мына жерде Тұрар Рысқұловпенен Төле бабам. Тұрар Рысқұловтың батасы менен Төле бабамның батасы бар. Екі ауданның батасы. Егерде сіз оқыңыздар, осы егерде шығарып, сол аудандағылар осыны айтатын болса, сол ауданда жаманшылық болмайтынына мен физиканы ашып тұрып сіздерге куәланамын. Апа, қай жерде Тұрар Рысқұлов деген? Майғұдыққа да бір парақ бер жеріңізші, бізде бір оқу жүйген жақта. Тұр ғой басында, Тұрар Рысқұлов деген. Шіркем салдырма дейді. Аумағы дейді. Бұны кім айтты? Таза қазақша, өзі сөйлейді. Қашан айтты өзі? Өзі бар ғой, келіп отырасың, кімді айтсаң сол келеді. Мен осы жерге келгенде, бұлай шынға түсір кім? Қызым, осы Ақмола облысы демесіздерді,
Осы неше аудан Астана бар? қаласы дейді. Астана қаласында неше аудан бар? Соның ауданның атын жазда, маған бер әр ауданның адамдарының бата тілегін жазып беремін. Егер сол аудандағылар соны айтатын болса, әрбір титтей жердің егесі бар қазір. Ауданға сосын келеміз, апам, мынаған оралайықшы. Жоқ, мұнда ештеңе жоқ, мына. Оқсашы бата. A4 қағазға. Қалай келеді? Біреуінде 13, екіншісі 13 бата бар. Егер сол бата тілекті, былай ғой қазір, біз осылай ауырып, неше әулие аралап жүргенше, бала кезімізден ауырмайтын жол іздегенде жол осы, басқа жол жоқ. Апа, мұғалімсіз ба сіз? Иә, физика, химия, астрономия пәніне мұғаліммін. Қай жерде Қай жерде Қазақстан облысы тарихта болған. Сол өзім бір мектепке кірдім. Сол мектепке бата бердім. Бізде Құралай Тезекбаева халық емшісі отыр студиямызда. Сіздің Амина деген өзіңіздің азан шақырылып айтылған атыңыз сияқты емес болып тұр. Әлима. Әлима, бәсе. Азан шақырған түпкі бабам Хазірет Сұлтан, анам Көкшетаулық. Әлима, иә. Амина деп қыздар айтып жатыр. Әлима. Қыздар айтып жатыр, Амина. Ал бірақ. Отсыз сіз Амина емес екеніне? Тағы не байқап отырсыз? Апамнан енді қарап отырсаңыз, Алима апа қарап отырсақ, негізінде менде ата бабасынан келген қасиеті бар бойында. Бірақ бұл кісінің осы бойындағы қасиеті көп сезімге беріп қойған да. Сезімге беріп, бұл кісі қазіргі таңда көп жүрегінде өзінің тұрмыс жағдайынан, жастайынан, өзінің жанұясының жағдайынан бұл кісі өте көп ауыртпашылықтар көрген да. Соның неменесінен, кесірінен бұл кісі қазір кішкене жүйке тамырларынан кішкене ауытқулар бар. Енді бұл кісінің, менің байқауымша, бұл кісінің жоқ емес, ақындықта қасиеті бар, иә? Мына өзін өзі, бұл кісі мына өлең шығарып, бойындағы немелерін сол өлеңмен, ақындықпен шығарып, жаңа айтып жатыр ғой, бата деп. Сонымен шығарып, бұл кісі өзін өзі қорғап жүрген адам. Жүйкеңізде ақау бар деп доғана кісіге. Осы мен екінші адам айтты. Не деді? Тыңдаңыздар. Енді бұл кісінің оң жағында, оң жақ қол аяғында ауырады екен. Ақау бар десеңіз, онда Арыстан бабамның жүйкесінде ақау бар. Ант ішемін. Жоқ, оны Құдай сақтасын енді. Мен тұрамын, сен тұра аласың ба? Тыңдаңыздар. Құдай сақтасын. Енді сізге мен өзімнің білгенімді айтып жатыр ма, апа? Сізде жоқ емес, қасиет бар. Әруақтардың қасиетіңіз бар сіздің. Бар, қасиетіңіз. Біреу бізге тиіп кетпесе. Ауытқу бар деп сіз бір күндік, екі күндікті айтпаңыз. Қазір біздің түбіміз тұрды. Сізге мен айтып жатырмын ғой, бұрынғы сізде жас кезіңізден, өзіңіздің шыққан ұяңыздан, онан тұрмыс жағдайыңызбен болған, сол кездерден бастап сізде болған қиындықтардың әсері, сізге қазір негізінде апа, Алима апа, сізде бар қасиет, мен айтамын. Сіз қасиетіңізді мойындай алатын болу үшін, қасиетіңізді мойындау үшін, сіз, мен айтамын, сіз сияқты адамдар көп, Алима апа, мен сізді қорғап сөйлеймін. Қарағым, сіз сен бар ғой, мен жазған бәрін оқы. Тыңдап тұрмын, біліп тұрмын, сіздің бойыңызда бар. Бойымда бар емес. Енді мен сізді қорғап тұрмын. Сіз егер өзіңізді өзіңіз осыны әрі қарай жетілдірем дейтін болсаңыз, өзіңіздің бойыңыздағы әртүрлі биотогыңыз бар ма, ақындығыңыз бар ма, өзіңізді көріп келдіңіз бар ма, соның барлығын сіз тексеруге қақылысыз. Ол Алматы қаласында Абай көшесі 52-ші А деген мекемеге барсаңыз. Сіздің денсаулығыңызға күмән келтіріп отыр. Жүйкеңізге. Қасимовқа бардым мен. Осы тап болады деп мен асауда тыңдасайшы, тоқта. Сен емессің ғой, мен өзім ақтап шығамын. Сол жерде өкініп қалма. Сол жерге бардық. Сол жерде бар ғой, 20 бүгінгі дейін ешкім емтихан алған жоқ деді. Сол кезде маған мұрсат берген жоқ. Мен егерде кітап алып, адамдарды емдеп ақшасам, мен сол адамның қасиетін сатқаным болады. Мен Әлима апа жағындамын. Алмаңыздар. Емдеме жатып алмаңыздар. Бір адамнан бір тен алған емеспін. Жүйке жүйесі деп айтасыз мысалы. Жүйке жүйесі дейді. Енді ол кісіде халық емшісі ғой, тұра тұр. Жоқ, тамырын ұстаған жоқ ешқандай. Сен мықты жаққа шыға. Бірақ апа сезімге көп беріліп тұр. Шақырамын, Төле бидің әруағы келеді деген нәрсені біз түсінбей отырмыз осы студияда. Адамдар қалайды. Ата айтып жатыр, Арыстан баб айтып жатыр. Мені не үшін 3 жыл бердіңіз? Сен қара, тоқташы. Мен бар ғой, мынандай, сен маған күшті болсаң, мынаны істеп берші. Сынып деген сөзді мерей деген сөзге ауыстырып берші. Сонда бар ғой, мектептегі оқушылар, қазір мектепте бар ғой, тыңдаңыздар. Дінмұхамед отыр, Абылайхан отыр, Абай отыр, Сәкен отыр. Сол үшін бүткіл оқулықтағы сол ұлылардың қайтыс болған жылын алып тасташы екінші. Түсіндің ма? Сол егер Абай қайтыс болды деп
қазақ тілден сабақ өтіп жатса, партадағы Абай сол возрастта кетіп жатыр. Әлия деп атын қойса, Әлия Молдағұлова артында отыр. Неге көрмейсің соны? Бір періштесі болып шейіт болғандар тұрады. Егер де тыңдап алыңыздар, мектепке барып, сол мектептегі отырғандарды бар ғой, сіздер қазіргі керісге бұрсаңыздар, онда біз ан емеспіз. Біз бар ғой, апа, сабыр етіп орныңызға отырыңыз. Апа, отырыңыз, болды. Әшкеңізді алыңыз, отырыңыз орныңызға. Қазір тағы да тоқталамыз. Дұрыс, меніңше ешбір адамның жүйкесіне тиісуге болмайды. Жүйке ауруы деп. Бүйрекке тисе де жүйкеге тисе. Маған бар ғой, тыңда. Енді саған тағы да айтайын. Жүйке ауруына қазір ортаға Ерланды шақырсам деп отырмын. Жүйке ауруына Ерлан мырза. Ерлан, кешкі қарай. Ерлан Сағындықұлы. Тыңда, атыңды мен Ой, Алла. Құралай ма? Құралай апа. Ауытқу бар, әлі айтып отырмын. Мен саған бір аманат айтайыншы. Психический больныйды емдерді саған қондырып берсем, аласың ба? Жоқ, аласың сен. Сен қарсы шықтың. Ерлан мырза, келіңіз. Апа, шақырайық, келіңіз. Мына жерде ер азаматтың дауысы керек. Сендер психический, Ерлан Сағындықұлы, қош келдіңіз. Ереке, отырыңызшы мұнда. Ереке, отырмаңызшы. Міне, қараңыз, 20 жыл жыншылаған сондай кеселді деген кезде, ортада отырған кісі, мына кісіге айтты, жүйкеңізде ауытқушылық бар депті. Мына кісі кеселді емдегенше кеселді осында тәуіптір. Қазір өзіңіз айтып көрдіңіз, естен кірпеген адамға сен жүйкеңде ауытқушылық бар. Болмайды, болды. Азғанда жарнама өтеміз, содан соң әрі қарай жалғастырамыз. Аталармен сұхбат біздің бүгінгі тақырыбымыз тылсым күш иелерімен дәл қазір біздің студияда шынында да қызу талқы жүріп жатыр. Әрі қарай қазір хабарымызды жалғастырамыз. Мына бір бейнесюжетке назарларыңызды аударсаңыздар. Емші көріпкел, балгер, аққу сұңқар. Көше кезіп, әрлі-берлі өткендердің мазасын алып, құмалаға шамын дейтіндердің тауып отқан нандары қаншалықты адал. Бүгін соны тексеріп көреміз. Апа, мен кеп тұр едім. Жаңа звондап едім ғой сізге. Ұзақ боласыз ба әлде, тез ба? Я сіздің стөліңіздің жанында мына жасыл контейнерді жанында. Жақсы күтіп отыр мұнда. Саламатсыз, апа. Ау. Не телевидение? Нет. А что с телевидением? Да, приглашают. Футбол же начинается. Тотализатор поставили, хотят ответы за Футболдың ба? Да. Жақын тұрман. Бір болың біріне қабой. Қайсысын? Біреуін. Екеуінде қойсаң болады. Только не шевелят. Чай. Ты лучше вот так что. Опусти руки просто. И поставил, хватает. Атыңды айт балам. Шын болады. Жолдас балаларым болған үйде? Қонақта. Қонақта, иә. Қанша бала болды үйде? Үшеу ғой. Үшеу менің досым, сосын сол біреуінің тағы бір досы болды да жанында. Төртеу. Төртеу ғой, в общем. Ақша тұрған үйде. Қанша? Миллион. 980 мың ғой, миллион. Лям. Иә, лям. Достарым кешке келді, ақша жоқ. Оны мен келесі күні байқадым да, бірақ. Кеткесін олар. Иә, келесі күні. Положено. Bismillahirrahmanirrahim. Бірінші досыңның атын айтшы? Дархан. Екінші досыңды айт. Айдын. Айдын. Ол да жиырмайыз. Бәріміз құрдаспыз. Тағы үшінші дос. Өркен. Сосын достың досы. Ол Асхат деген жігіт. Ол қаншада? Ол да бізбен құрдас. Bismillahirrahmanirrahim, я Алла. Енді сұрайын, табыла ма сол ақша? Ты найдешь эти деньги. Но все равно ты подозреваешь. Твое подозрение, скорее всего, на первого и на третьего. Саған көмектесем, оқып берем. Мен қазір задала вопрос. Табыла ма ақша? Да, вот второй раз. Табылады деп тұр. Мен бақсымын, мынаны сен көрсін деп тұрмын. Ақша табылады деп тұрмын. Мен даже вот, знаешь, если немножко политику, вот это Аким Алматы, это я. Ему тоже открывала дорогу, поняла? Вот, теперь он сидит, царствует в этом, в Алмате. Бергара балам, Bismillahirrahmanirrahim. Мүшел жастан сен аттатам. Тоғыз әулі апасаған батасын бері. Көзден сақтасын, қыдырлар бақтырсын, періште үй аласын. Алланың рахымын, күш қуат берсін. Сосын шақырасың мені үйге. Қуанамыз қойына, үй аласың, тағы балаң бұлатты күріп берем, иншалла. Бер қара балам, 30 мың бересің. Қойдың ақысын қоясың қазір. Сен жол аштым. Қатының жеңіл туат, ұл бала туат. И сен мүшел жастасың. Бәле желе кетеді. И вот эти деньги ты хабар узнаешь. Түсінің бе? Это мало салон. Ну, апа, это у меня все, что есть. Номер запиши. У меня же есть ваш номер. Ну, тем более, балам. Тебе такая удача, тебе надо два раза зарезать. Этот вопрос я тебе по телефону наедине скажу. Почему? Хорошо. Давай, балам.
Иә, біздің емшілеріміз. Алла. Бұл әжеміз Алматыда өте танымал болып, Астанаға да келіп жетіпті. Ал біздің тілшіміз болса, өзі ойдан шығарған бұл оқиғаны әлгі миллион теңгем жоғалды дегенде. Сонымен Шымболатқа әдемілеп тұрып өтірік айтып берді. 30 мың теңге талап етті. Бірақ аузында алдауға болатынын, осы аузында Алла бар әрқашанда. Бисмиллахиррахманиррахим деп қамшымен суф. Жақсы, Еран мырза, қош келдіңіз ортамызға. Жарнамаға дейін келдіңіз. Мына жағдайды өзіңіз көрдіңіз, көзіңізбен болып жатқан жағдайды. Енді сіз өзіңізде тәжірибеңізде 20 жылдай болыпты, қателеспесем, осы жын шығарумен айналысып келе жатқаныңызға. Енді альхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулил Мухаммадин, ва аля алихи ва сахби аджмаин. Инна альхамдулиллахи нахмадуху настағфируху, ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяти амалина, ман ҳадия лаху ва ман фала мудилля лаху юдлил фала ҳадия лаху, вахдаху ла шарика лаху, ва анна Мухаммадан абдуху расулух. Енді кешіріңіз, сіз қазір не оқыдыңыз? Мен жаңа дуға оқыдым, Аллаға мадақ еттік. Енді бұл шариат бойынша Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауат айту. Бұл негізі ең бірінші... Мына жерде жындар көбейіп кеткен шығар, иә? Жоқ, енді бұл жерде қай жиналыста болса, Аллахтың мадағын айтса, оның берекесі болады дейді. Ең бірінші содан бастау керекті. Кешіресіз енді. Жоқ, бәрі дұрыс. Сол, енді Алла тағала адам затты және жындарды құлшылық үшін жаратқан дейді. Зариат сүресінде 56 аятта айтылған. Вама холақтал джинни валинси илля яъбудун дейді. Біздің арманымыз, мақсатымыз осы дүниеде келу, тек қана Алланы тану және Аллахтың берген шариат бойынша әрекеттерді жасау. Енді ол ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, намаз, ораза, және зекет, хадж. Сізге бұл өзіңіздің ата-бабаларыңыздан берілген қасиет пе? Жоқ, берілген қасиет емес, енді білгеннен кейін, Құран білгеннен кейін, енді біз Құранмен Алланың сөзі болғаннан кейін бүтін енді вайза мариту фаху яшфейн деп Құранда аяттар келеді. Вануназина минал Құрани маху шифау рахматул лил муминин ва ла язиду золимин ля хасара. Енді Құран бүтін мұсылмандарға рахмет және рухани және денелі физиологиялық мәселелерге шифа болады деп хасретті келтіреді деп сөйтіп көптеген демек менің түсінгенім Құран білетіндердің барлығы жын шығара алады деген сөз бе? Барлығы жын шығара алмайды, себебі дәл осы сұрақ менің ойымда дәл қойын деп демек деп және бастап енді бұл жерде мынандай жалпы имамдардың бәрі сіз неге апа Құдай сақтасын деп отырсыз? Бір нәрсе ұнамай отыр ма? Дұрыс емес айтып отыр ма? Соның сөзіне Құдай сақтасын деп отыр ма? Жыннан сақтасын деп. Енді жалпы әрбір имам тақуа адам, тақуалығы бар, Алладан қорқатын адам және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннет бойынша енді шариаттың шеңберден одан тік кетпеген адам рухия оқи алады. Рухия ол жерде жинақтаған нелері аят, хадистер бар. Содан кейін ол адамға оқуға болады. Ол рухия оқыған кезде ол адам тақуа болу керек және намазы бәрі берік болу керек. Ол бір екіншіден ол ықыласпен және не болмаса қасындағы емделген адам ол да ықыластан Алладан ғана шипа сұрау керек. Ерлан, жаңа айтқанды қайталайшы, Құран білетін адамның барлығы жынды шығара ала ма? Құран білетін адам тақуалық және ілімді бар адамдар шығара алады. Жақсы. Сіз қалай білесіз, мына адамның бойында жын бар екенін, мына адамда жоқ екенін? Жоқ, оны мен білермеймін. Егерде сезесіз бе әлде сіз? Жоқ, онда сезбеймін. Егерде адамдардың сыртқы признактар болу, неадекватное поведение дейді ғой. Осы жерде неадекватный поведение жоқ па? Ол жақта түсінікті болу мүмкін да, егерде ондай болса. Ал енді жалпы рухи оқылған кезде уже белгілі болады, жындар сөйлеуі мүмкін, беті қисаюы мүмкін, сондай нәрселер пайда болған кезде уже белгілі да. Жақсы, біздің студиямызда қонақтар сұрақ қойыңыздар, өйткені біз келесі кейіпкерді шақырамыз. Сәлеметсіз бе, сіз жын шығарасыз. Адам бойына қалай жын кіреді ол? Біреулер айтып жатады, қуаныш қатты қуанған кезде немесе қатты қайғырған кезде жын кіреді дейді. Қай жерде жүреді? Және де біріне көрдім, сода айтады, сенің құрбың саған дуа жасапты, сол арқылы өзіңе сол саған бойыңа жын кіріпті дейді. Енді шариатта енді көп осындай ақпараттар бар. Және мен практикамда көп нәрселер болды. Адам егер туалетке кіріп, ол жерде туалетте сөйлесе, түкірсе, қасындағы жазып отқан періштелер мәжбүр туалетке кіруге болады. Кіруге етеді жазу үшін да. Кейін шыққаннан кейін біз нәжіс жерге кірдік, енді Аллахтың қаһары болсын деп екі періште сөйтіп қарыз айтқаннан кейін ол жерге жын кіріп кетеді. Ол бар. Сондықтан туалетте сөйлеуге болмайды.
сонда жерде. Одан кейін жаңа сіз айтқан секілді қатты қуанған кезде, қатты ашуланған кезде, қатты қайырған кезде сондай нәрселер болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, егерде қатты ашуланған кезде отырыңдар, не болмаса жатыңдар, не болмаса дәрет алыңдар. Адам өзінің формасын өзгерткен кезде жынға дискомфорт болып шығып кетеді. Резко соның бәр нәрселерін жасаса болады. Жалпы тіл көз бар. Салямадан келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір қол астында бір қызметші болады, әйел зат. Оның бетінде қарайған дақтары болады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл кісіге рухи оқыңдар, әрине бұған көз тіл тиген дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әмір еткен рухияны. Енді ол жерде көз болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан тағдырды ілгереді дейді. Мысалы, адамға көз тисе, ол ауырат етеді, не болмаса сырқау болады, не болмаса қайтыс болып кетуі мүмкін дейді. Осы уақытқа дейін қанша адамды емдедіңіз шамамен? Қанша адамнан жын шығардыңыз? Жалпы көп. Көп, иә? Құрметті көрермен, біз қазір студияға жарнамадан кейін Айнұр есімді қызды шақырамыз. Ешқандай да оқиғасын айтпаймыз сіздерге. Оны енді студиямызда бізден көп білетін жандар отыр ғой. Сол кісілер айтсын. Қазақстанның оңтүстік аймағында емшілерге 33%, яғни сұраныс өте көп екен. Солтүстікте экстрасенс пен балгерлердің көмегіне көп жүгінеді екен. Ал шығыс Қазақстанда хиромант пен халық емшілері сұранысқа ие. Батыста магиямен айналысатындар, яғни дуа салдыратындар көп десе, орталықта көріпкелдерге сенетіндер 6%-ды құрайды екен. Бүгінгі хабарымыз аталармен сұхбат, құрметті көрермен. Тағы да бір мәліметті көрсетсек деп отырмыз. Экранға шығарсаңыздар. Тылсым күш иелерінің еңбегінің ақшасы, яғни қанша тұрады? Емшілер 2000 теңгеден бастап 100.000 теңгеге дейін алады екен. Бақсылар болса 3000 теңгеден 10.000 теңгеге дейін алады. Халық емшілері ең көп сұрайтыны 5000 теңге. Магияның бір сеансы 10.000 теңге тұрады екен. Хироманттың бір сеансы 7-8.000 теңге аралығында болса, экстрасенс сағатына 50.000 теңге алады, ал тәуіптер 500 теңгеден ставкасы басталады екен. Бұл орташа баға. Әрине біз 100.000-дап, 200.000-дап, $10.000, $20.000-дан да ставкасы бар тәуіптерді естіп жүрміз. Соттасып жүргендері қаншама. Алысқа бармай қояқ, Бақыт Жұматованың өзін қаншама адам осыншама ақшамызды алып қойды деп сотқа берген болатын. Бізде байланыста ол кісі бар ма, Бақыт Жұматова? Бүгін сценарий бойынша болу керек еді. Ал мен 20 жылда бір тиын жалған емес. Бір қызығы, Бақыт Жұматова мен біздің журналистеріміз байланысты. Бірақ арнайы түсірілген сюжетті сәлден кейін көрсетеміз. Ортаға бірден Айнұрды шақырайық. Айнұр арқылы көп дүние ашылғалы отыр. Айнұр, келіңізші. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Айнұр туралы біз осы студияда Алмас екеуміз-ақ білеміз Айнұрдың жағдайын. Нумеролог Луиза отыр, халық емшісі Құралай апам отыр. Марал ханым, сізде жартылай емші болдыңыз ғой психологияның арқасында. Жұман аға отыр. Иә, Жұман аға сіз отырсыз. Ерлан отыр. Әлим апамыз отыр. Әлим апамен дәл қасында отыр. Иә. Айсұлтан отыр, журналист. Иә, және де Ерлан мырза. Микрорайон емшісі. Кім бастайды? Айнұрдың жасы 35-те, одан артық біз еш нәрсе айта алмаймыз. Әлим апа, сіз бастаңыз. Қасыңыздағы қыз туралы ақпаратты. Не білесіз? Мен айтам. Айтыңыз, мен сізге бердім ғой, сіз стрелканы бұру деген болмайды бірден. Астаналық біреу айтсын да, содан кейін айтам. Сіз айтыңызшы, сіз анау Арыстанбаптың жерінен келіп отырсыз ғой? Сіз Арыстанбаптың Түркістан облысынан сөйлесесіз ғой. Жоқ, мен Арыстанбаптан емес, рұқсат берсеңіздер. Бұл қызға 17 жасында бақ келген. Қайта соққан бақ жаман деп, шын мәнінде бұның түпкі бабалары бау еккен кісілер. Егерде бұл қызым бауды көрген кезде, баудың ішіне кіргенде жемісі мол болсын деп сүйініп көріп, сүйініп шығып шығатын болса, бабалар риза болады. Мысалы, көшеде кетіп... Апа, қазіргі жағдай керек. Бізге оның өткені керек емес. Бір минуттан берем бәріңізге. Бұның жағдай жақсы болу үшін бірінші бар қоя, сұраған кезде өз атын Бақнұр деп атаса, Алла бақ береді. Өз атын Ай деп айтуға болмайды бірінші. Тыңдамаңыздар. Ай деген ат өте ауыр. Мысалы, айтуды дегендерге перзент бермей жатыр. Айтылмайды. Күн батты дегенде мен соғын батып кеткен физикпен. Ыржимаңыз.
сіздің күлкіңіз маған бар ғой, қатты. Сізді бар ғой, күлкімен... Апа, 1 минутыңыз өтіп кетеді қазір. Апа, мен сізге бір минут уақыт бердім. Айнұр туралы айтыңыз болды. Ай деп атыңды айтпа, айдың орнына бақ десең бақ қонады, құт десең құт қонады, гүл десең гүл дейсің, нұр десең нұрланасың. 4 аты бар. Сенге екінші Айнұр бар ғой, қаншадасың десе, мен естейін, айтшы, 40-тамын де. Тез. Айтсашы, 40-тамын. 45-темін. Тыңдап ал, 30 және 40-тың арасында бірде-бір адам айтпау керек. Сол кезде адамға бар ғой, 100 мүшелік келеді ең азы. 31-де 40-тамын, 32-де 40-тамын, 40-та ғана 40-тамын дейсің да, 40-та саған бар ғой, әдемі ақ орамал жауып, 1 минут уақыт. Содан кейін сенің күнің жарық, айың ажарлы берекең кіреді. Апа, 1 минутыңыз бітті, рахмет. Апа, болды. Ал Айсұлтан айтады. Мен айтып берейін ба? Луиза, Луиза десең, гүл дейсің. Оны алуыңыз керек қой, туған күн жылы, не? Мен алдым. Алдыңыз, ал айтыңыз, 1 минут. Мына жерде көріпкелдер нелер отыр, менікі научно. Түсініп отырмыз, нейролог деп айттық қой, иә. Ақталмаңыз, бірден айтыңыз, 1 минут Айнұр туралы не айтасыз? Айнұрға айтатыным өзіне деген өзін ұстанымы, мен өзім білемін, өзім шешемін, өзім барлық нәрсені өзім істеймін дегені өте қателік. Сосын айта кететін, мына сандарына қарағанда, 8-касы біреу, ол деген сөз өзін жеке өмірінде көптеген қиындықтар болады, жеке өміріне. Ол дүние табысына емес, іс әрекетім әрдайым ізденуде, өзін ізденіп жүретін адам, бірақ жеке өміріне өзі нүкте қойып, өзі бір шешім қабылдамаса, ешкім оған көмектесе алмайды. Бұл жерде уа деп айтамаймын, бұның маңдайына жазылған өзін екінші жартысын ізденуде болады деп айтамын. Екінші жартысын ізденуде болады. 80 жылғы туғандардың бәрі сондай ма? 80 емес, бұл 83 жыл. Өзінің сандары солай айтып тұр, иә? Сандар солай сөйледі, нумерология бойынша. 85-87 емес па? Болды. Құралай апа. Айнұр жеке басты қыз, бір баласы бар. Тұрмысқа құрған. Жатыр бойында, жүрегінде өте ауыртпашылықтары көп бұл қыздың. Сосын кейін емшілерге де көп барады. Мынандай сенгіш. Бірақ алдында көп нәрселері кешігіп келеді. Іздеген ізденістері көп кешігіп келеді. Негізінде артынан еретін баласы біріншісі қыз баласынан басталады дейді. Дейді. Сізге де дейді, е? Бір баладан басталады. Біріншісі қыз баладан басталады бұл кісіде. Екіншіден, Айнұр көп уақыттарын өзінің пайдалана қалған. Жақсы. Кішкене уақыттарда кешігіп қалған. Әлі де болса 3 жыл мен 4 жылдың ортасында жақсы жағдайға жетеді. Маңызды ақпарат Құралай ханымнан оқығанымыз, Айнұрдың бір баласы бар, басқа еш нәрсе оққан жоқпын. Қыз бала ол. Болды, е? Айнұр білем екен, өмірде қиындықтар жеке баста сосын жүрегінде қиындықтар бар. Жүрегінде қиындықтар бар. Марал ханым, білмеймін, сіз алып қосарыңыз бар ма? Көріпкел емес, мен физиогномикасын ғана айта аламын. Бұл кісінің бет әлпетіне қарап, мына қарасаңыз, мынау интеллект дейді, мынаны эмоция дейді, мынаны витал дейді, қажеттілігі өте аз, эмоция басым, мүмкін іс әрекеттерінде көбінесе нәтиже аз болатын шығар. Жақсы, сізге тамырыштау керек па, Жұман аға? Ондай жоқ. Ерлан мырза, мен білем, сіз бөлек бөлмеде егерде бір жыны болса шығаруға әзірмін деп қалыпсыз. Бола ма? Енді мынандай мәселе да, мен көріпкел емеспін, емші емеспін, тәуіп емеспін. Құран арқылы болады да. Бірақ мынандай мәселе айтайын ба дедім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, әрбір адамда туғанда екінші жын бала туады дейді. Ол жын бала сол кісінің кейпін алады дейді. Ол кейпін алған кезде, егер ол адам қайтыс болып кетсе, 60 жыл өмір сүріп, 100 жыл өмір сүріп қайтыс болса, ол жын 2000-5000 жылға дейін өмір сүреді. Сол кезде медиумдар, мына секілді болған тәуіптер, ол ана аруақты, ана баба, ана аруақ деген шақырған кезде, солардың жындарын шақырады. И солар баяғы ата-бабалардың рухтары секілді баяғы келеді бейнесінде. Мен сондаймын деп келе береді. Олардың паваткалар, іш құрылыстарын бәрін біледі. Олар қасында болғаннан кейін, істегеннен кейін олар айта алады. Ол бар. Соны кейін инна заяна самаадуни бизинатил кавакиб ва хифзан мин кулли шайтани марид дейді. Алла тағала төменгі аспаны жұлдыздармен шекелендірді. Және сол жұлдыздармен де шайтандарды атқылап құртамыз дейді.
жындар бір-біріне былай шығып, еңбектеп шығып, аспанға барып ақпараттарды алады періштелер. Жын болуы мүмкін ба сонда? Сонда сол кезде жындардың ақпараттар алған болған балгер тәуіптерге соларға айтады да. Сыбырлайды. Иә, жын айтып тұрады. Енді бұл мәселелер бәрі жыннан болып тұр. Енді солай деп айтып отыр ол кісі. Жындар айтады. Ата-баба рух деген нәрсе жоқ. Әлима апа. Олар бәрі берзақ әлемде. Екеулеріңізде жын айтады деп түсіндіріп. Өзгертіп, ана жыннан мына жынға жеткен шейін өзгертті. Бұл жерде баба деген нәрсе жоқ та. Басқадан ауанағаны ауыз әдебиеті тәрізі ғой өзгерді. Жақсы, микрофон бар ғой, берсеңдерші қыздар. Біз бар ғой, былай істейік. Ойыңызды аяқтаңызшы. Мен сұрауға айтам, халифа атамыз, бабамыз енді ол кісімен бірге болғанбыз, сол кісінің ең басты аманат сізге жеткізетін, халыққа, қазақ елімізге жеткізетін, ол айтқан, тек қана бір Аллаға қазақ еліміз табынса ғой, аруақ деген ауыздан сөз шықпаса ғой, біздің қазақ еліміз берекелі болады деп ол кісі көптеген айтқан. 90 жылдары бірге болған кезде сол кісінің арманы, мақсаты сол болған. Себебі ең үлкен мәселе осы біздің қазақ еліміз құртып атқан ол ширк. Ол ширк, ол Аллаға серік қосу үлкен күнә, кешірілмейтін күнә да. Сондықтан Тауф барып, Түркистанға барып, мазарларға барып, ол рұқсат жоқ. Себебі тек қана Тауф Меккеге және Иерусалимдағы Әл-Ақсаға баруға болады. Қалған жері бәрі ширк болып саналады. Жақсы. Жоқ, сұрақ қойғым келіп тұр мына молдаға. Және жын деген сөзді айтып отырға, бұл Құранның қайсы аятында, қай бетінде осындай адамдар Құран мына жын шығарады деген сөз сүре бар. Далбаса. Қайсы аят? Неге апа далбаса? Жоқ. Не жоқ? Негізде қараңыз. Дуалауыз деген сөз. Қараңыз, жын сүресі бар, Сафат сүресі бар, Жын Бақара сүресін бәрі білеміз, бар. бірақ сіз адам шығарады деген. Мысалы үшін соңғы үш аятта айтылған адамзат сүресі, Палақ сүресі, Нас сүресі, Ықылас сүресі. Сіз менен сәл ғана ілгері кеттіңіз. Мен маған кішкене төркін берсеңізші. Енді сонда біз бір Ғибада Исламиясында айтқанда, пайғамбарға біреу жын кіріп кеткен адам айтқанда айтыпты ғой. Сонда пайғамбар не айтты? Алладан тіле, менен тілеме деген. Сонда пайғамбар жын шығара алмағанда мен таңғалып тұрмын сіздің жын шығарғаныңызға. Жақсы, түсінікті. Құрметті көрермендер, бізде тағы да бір экстрасенстің пікірі бар еді. Қазір Бақыт Жұматованы тыңдап өтейікші. Иә, Бақыт не дейді екен біздің Айнұр туралы? Қарайық. Ұшақ құласа да лаңкестік болып, адам жоғалса да көріп кел. Экстрасенс деген сөз эксперт дегенмен бірдей естілетін болды. Соның бірі бүгін біз қазақстандық көріп келіп Бақыт Жұматова жайлы айтпақпыз. Ең алдымен экстрасенстің кейбір болжап айтқан көріпкелдіктерін еске түсірейік. Ылғида жат планеталықтардың келуін күтіп жүретін Бақыт 2012 жылы жаңа құдай туылады. Сонда біздер бұрынғы еврейлер мен арабтар тәрізді оның жерге түсуін куәсі боламыз деп айды аспанға шығарған еді. Ал бірнеше жыл бұрын 2018 жылдың не күтіп тұрған баяндап берген еді. Батыс Қазақстан жақсы көтеріледі. Ақтау, Орал қалалары өседі. Оған қоса жақында Ақтау Қазақстанның астанасы болады деп те айтып үлгерді. Елге танымал экстрасенстің айтып жүргені қаншалықты орындалмағанын өздеріңіз таразылап көріңіздер. Ал бүгін біз Бақыт ханымнан студияда отырған кейіпкеріміз Айнұр жайлы сұрап көрген едік. Айнураның порчасы бар, жақында күйге шығады, басқа күйге шығайды деп тұрған күйі бар. Екі жылдай қиналып жүрген адам дейді. Наверное, все-таки щитовидкасы ауырады, тамағы ауырады деп ойлаймын. Өте ақшалы адам, түсінбеймін қайдан ақша алып отырғанын. У нее там прямо денежный канал открытый. Она лет 6 живет в каком-то вот, то ли в каком-то в обществе, то ли это какие-то друзья у нее. Лет 6 она вот, ну, держит. Она не одна. Она очень успешная, выйдет замуж, родит ребенка. Идет почему-то второй брак у нее. Или вот у нее 2 брака всего там будет. Порча бар, порча находится в районе груди девулейны. Умразак. К концу года тюремное заключение сывар, или это тюремное заключение, или это я вижу какие-то проблемы с законом. Сақ болу керек майраман дейді. Балдар үш бала болу керек. Портisi бар, портисінен де алу керек. Мен жын деп айта алмаймын. Жын деп айта алмаймын. Есікпен связаны портisi. Есіктермен. Или она бір үйді алып дұрыс кете алмады, или бір үйге келіп кіргізбеді, есіктермен алған портisi бар.
Құрметті көрермендер, Бақыт Жұматованы ғана жаңа тыңдап өттік. Оның алдында біздің студиямызға келген барлық экстрасенс бақсы құшынаштар Айнұр туралы өздерінің не ойлағанын айтқан болатын бұл. Ал біз шындықты Айнұрдың өз аузынан естиміз тек жарнамадан кейін. Алмас бәріне кінәлі негізі. Жоқ, дұрыс айтып отыр енді бұл кісі. Нумерология деген сол. Сөйдеген әкемнің, өзіңнің, қыздарыңның туылған күндері бар ғой. Біз тікелей эфирдеміз. Апа, шығып тұрмыз. Сабыр сақтайық, апа. Мен өткенде айтып, 30 сағат сөйлеуге бармын. Қайсыңыз тыңдайсыздар? Жа, отырыңыз, апа, отырыңыз. Біз Айнұрды тыңдайықшы, қасыңыздағы. Айнұр туралы. Біздің студияда бәрі айтты, ұлы падишасы болады. Алла, падиша боласың, ханшайым, не деймін саған, принцесса. Қаным деп айтпаңыздар. Неге? Не деймін енді, апа? Біздің қазақта қаным деген сөз жоқ. Жақсы, уақыт жоқ. Айнұр, айтшы жаным. Естідің ғой бәрінің әңгімесін туралы. Бақнұр дейді. Мен жаңағы Бақыт ханымнан бастайын. Бақыт ханымның айтқаны бір баласы бар деді ма? Екі неке деді. Екі неке, үш бала деді. Екі неке дегеніміз былай, мен екеуіне қосыламын, екеуі жаңағы айтты ғой, екі неке дегені, мен күйеуім абақты да. 8 жылдан асты. Тозақ дейді. 8 жылдан асты, жаңағы түрме деп айтып тұрғаны, барып тұрам 3 ай сайын, жақында күйеуім шығады. 1 жылға жоқ, осы жылдың аяғында деп тұр, күйеуім шығады. Мүмкін сол жайында айтқан шығар, мен соған қосыламын. 3 балам емес, 1 балам емес, 5 балам бар. 3 қызым, 2 ұлым бар. Бәрі қателесті балаға келгенде. Балаға келгенде қателесті. Бәрі қателесті. Менен сұрасы айтайын деп отқан, әй 5-еу алды. Сен бағана келіп айттыңыз ғой, жүрегің бос, сенің жүрегің. Мен жүрегім бос емес дедім. Сіз бос дедіңіз. Біздің блогер. Міне 5 баласы. Бәрі қателесті. Тағы да кім қателесті? Ақша туралы айтты жаңағы. Ақша көп дейді. Керісінше ақшам жоқ. Жанында адамдар көп деді, жанында адамдар көбімен 5 баламнан басқа, күйеуім кеткелі бері 2 баламен, 3 баламен, 4 бала көбейе берді ғой, 5-еу. 6-ауымыз жүрміз, ақшамыз жоқ, әйтеуір күннен күнге өміріміз сүріп. Көміп кеткен ақшаны келгенсін шығып қазып. Жоқ, ол көміп кеткен шығар, ал мен айтқаныңыз келсін. Үйіңіз жоқ. Үйім де жоқ. Ақшам да жоқ, ондай бір ауыз толтырып айтатындай ештеңе, тек қана менің байлығым, балаларым болды, басқа ешкім жоқ. Қасыңызда енді 5 адам жүрсе енді жаман емес қой, бірде адам жоқ. Демек, көп барасыз деді сондай бақсы балгерлерге, рас па? Барған емеспін, 10-шы сыныпта мен өзім киста болғам, операция болғам, яичниктен. Сол кезде көп адам күмәнданды, қыз бала қалай киста болады деген сияқты, мен өзім бардым. Жаңа осы театр туралы біреу бірдеңе деді ғой жерде. Иә, сіз айттыңыз ғой, театр туралы бірдеңе. Ұмытып тұрмын, сіздер айтып тұрыңыздар. Сол кезде операция болған кезде менен 1 яичник алынып тастады. Кейін 1 яичник, мен 5 бала тудың ба? Бірінші балам қыз. Иә, сөйтіп айттыңыз. Одан кейін мен бардым, бала болып бардым, бір студент кезде қыздармен. Сол кезде маған айтты, сіз ген совпадать етсе, туасыз көп бала. Егер совпадать етпесе, сізде бала болмайды, или бірақ бала. Жалпы дәрігерлер ескертеді, иә. Сондай. Дәрігер емес, мен жаңағы неге бардым, тауып айтты. Бірақ дәрігерлер ескертті. Кейін мен бардым дәрігерге. Мен мұны 4-шімде қабатын, тоғызыңыз мені. Деп сонымен, ой, қандай керемет деп. Значит, гендерің совпадать еткен. Екі неке туралы дұрыс емес қой. Екі неке дегеніміз мен ойлап тұрмын. Жаңағы ЗАГСке біз күйеуім екеуміз 4-ші баламда тұрдым. Одан кейін тойымыз болған жоқ. Мен айтам, армандаймын, ертең сен шыққаннан кейін маған той жасайсың, ана жерге басынан ЗАГСке тұрамыз екеуміз. Соны жақсы. Соны айтқан шығар. Бір күйеуден ғой сол 5 бала әйтеуір. Құдайға шүкір. Апа, хабарымыз аяқталып қалды. Сіздің мына сөмкеңізде бір сүйек бар деп естідім. Тұмарым бар. Не ол? Көрсетіңізші, сөмке әлі менің жанымда тұр, мүмкін. Жаңа сіз жаңа абақтыға күйеуіңізге кездесуге жаңа қонуға сондай бір суткалап барасыз ғой, әрине. Күйеуіңіз 8 жыл түрмеде тұрса, сіздің 5 балаңыз менің миыма сыймай отыр ғой. Неге? Мен сағынып барамын. 3 айда бір 2 күнге барамын. Ол да сағынып қалады. Апа, мен сол түсінбей тұрмын ғой, бұл қайдан келген тобық. Асық пен тобық үйде тұру керек. Бұл өте күшті тұмар. Тобығымызда тарғаймыз, тірек жерімізге ябаламыз. Қазір біздің білмейтініміз жерге қалаған істеп атырмыз. Ар жағында ғаламшар планета бар.
Тасқа түкірдім, жерге сүйіндім деу керек. Білесіздер ме? Ғылым тұрғысынан бір ауыз сөз айта кетейін. Телевизордың алдына асып тұрыңыздар, сонда телевизор ішінде жаман нәрселерді кірмейді. Бар адамдар бар. Оны мойындайды. Академик Бехтеревті атақты Ванга туралы айтқан кезде, ол кісі кездескен соң, ерекше қабілеттері бар адамдар бар. Бірақ ол адамдар өте сирек кездеседі, жоқ бұл ситуацияда емес. Біреуді көру, есту, ғылымда оны галлюцинация дейді, немесе есту галлюцинациясы, немесе көру галлюцинациясы. Ол бір. Екіншіден, бұны қандай мамандар қарайды екен өздеріңіз де білесіздер. Үшінші ситуацияда біз емші бапкерлерге, балгерлерге барған кезде соның айтқан сөздерін адамның санасында қалып қояды. Одан кейін барлық іс-әрекет жасаған кезде соған қарай жобалап өзіміз бұрай бастаймыз. Осылай айтқан еді, осылай болды деп, адамның өзі саналы түрде іс-әрекетін соған бағыттайды. Мені енді талдаудар қарай өздерің шығарыңыздар. Жақсы. Луиза, сіз Әлима апамыз туралы. Иә, Әлима апаның мен туылған ай жыл күнін айтқандарыңызды есептеп шықтым. Бұл адамның творчествоға таланты өте мықты. Әрі бұл адамның энергиясы өте көп болып тұр. Бұл адам өзі жаңағы творчествоға бет бұрмағанда, бұл адам шынымен өзін ізденуде болып қалатын еді. Сіз қасыңызда отырған Құралай апамен келісіп отырсыз ба? Сонда жүйкесіне байланысты? Менде де келсем, себебі творчествоға жақын эмоционалдық тұрғыдан қандай да бір сәл қиындықтар туындаған кезде ағза өзі бағыттайды шығу жолдары. Бұл кісіге мүмкін шығу жолдары сол шығар. Жақсы, демек келсеңіз, Луиза аяқтан. Иә, мен келсем, энергиясы өте көп, энергиясын творчество арқылы біреулер жаңағы ән айтады, біреулер жаңағы ақындық бары, біреулер жаңағы өлең шығарады. Бұл кісіде ақындық қасиеті болып тұрған энергиясы өте көп. Энергиясын жақсы аяқтаймыз, бітті уақытымыз. Луиза. Сол өзінің энергиясын ақындық арқылы, сол арқылы шығарғаны мен бұл адамда қасиет бар деп айта алмаймын. Жақсы, Айсұлтан, көрдің ғой? Менің бар ғой, көрермендерді жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, біздің надандығымызды пайдаланады деп. Қасиет деген не екенін түсінбейсің. Айсұлтан. Жалпы мені осы басқа ешқай жерден іздемей-ақ, осы бүгінгі студиядан дәлелі көрініп тұр ғой, кімнің қайда сенетіні, иә? Мына жерде жаңағы біреу басқа бірдеңені айтып кетті, біреу басқа бірдеңені айтып кетті. Сонда Айнұрдың өзі айтып отқан әңгімесі басқа, көрдіңіздер. Және мына кісі айтып отыр, ана кісілер басқа дүние айтып отыр. Сондықтан да халық жаңағы өздеріңіздің тілшілеріңіз түсірген сюжет бар. Адам сондай нәрсеге сенуге құмар. Біздің адамдар әлі сенбеу керек, иә, сенбеу керек. Нәрсеге түсініксіз, оған тылсым нәрсеге құштар, біздің адамдар тылсым нәрсеге құштар. Жақсы, құрметті көрермендер, бізге берілген бүгінгі уақыт мәресіне таяу. Ертеңге дейін қош аман болыңыздар. Тәуіптерге таза ел дегенше бір тиын бермеңіздер. Бітті.